Патшама? Дереу жетсін деді. Ол Ариэльге қатысты бірдеңе айтпақшы. Бітті. Ал керек болса, ол бақытты жігіт кім болды екен? Келе ғой, Себастьян. Сабыр сақтауым керек. Сабырлы бол, Себастьян. Я, ұлы мәртебелім. Себастьян, мен Ариэльге қатты алаңдаймын. Соңғы кезде сол бір түрлі болып жүрген сияқты емес пе? Бір түрлі ме? Армандап, қиялдап, қашан қарасаң, әндетіп жүретін болған ба? Өзің де байқаған шығарсың. Я, мен. Себастьян, сенің менен бір нәрсе жасырып тұрғаныңды білем. Жасырып дейсіз бе? Ариэльге қатысты. Ариэль? Ол ғашық па? Мен оған қой дедім, патшам. Айтқан сөзімді тыңдамайды. Адамдардың қандай жауыз екенін айттым. Олар жаман дедім. Адамдардың не қатысы бар? Адамдар? Біреу адамдар туралы бірдеңе деді ме? Флаундер, қинамай не нәрсе екенін бірден айта салсаңшы. Көресің, тосын сый болсын. Флаундер, сен кереметсің. Аумайтындай етіп жасапты, көзін де дәл келтіріпті. Айтшы, Эрик, сені мен қашып кетейін бе? Егер жүр десең, кете берем. Әке! Мен негізі бекерден бекерге ашуланбайтын жанмын. Мен шығарған ережелер заң, және ол ережелерге бәрі бағынуға тиіс еді. Бірақ әке! Батып бара жатқан адамды құтқарғаның рас па сонай? Әке, енді мен... Адамзат пен су асты әлемінің арасындағы байланысқа тыйым салынған. Ариэль, сен мұны жақсы білесің, оны бәрі біле. Өліп қалмай ма? Айтпа маған, сөйле берсін. Сіз оның танымайсыз ғой. Не дейсің? Танығым да келмейді. Олардың бәрі бірдей. Жабайы, қатыгез, балықтарды жалмайтын да, аяушылықты білмейтін де солар. Әке, мен оны сүйем. Жоқ. Сенің ақылыңнан ақыл қалмаған екен. Ол адам, ал сен су перісісің. Маған бәрібір. Ендеше өзің біл, Ариэль. Айтқанымды оқпайды екенсің. Менің басқа амалым да жоқ. Көрсетем қазір. Әке! Жоқ, қойшы! Әке, доғаршы! Әке, қойшы! Әке! Ариэль, мен... Кетіңдерші. Байғұс қыз, обал болған екен. Өзінің басы бәлеге қалған сияқты.